Қазақ тілі пәні 100-101 бет лепті сөйлем. Бірінші жаттығу 100 бетті өлеңді түсініп оқимыз. Өлең не туралы? Өлеңге ат қоямыз. Табиғатқа нелер жатады? Біздің қоршаған орта не деп аталады? Осы сұрақтарды өлеңнің негізінде жауап береміз. Екінші жаттығу. Сурет бойынша білетіндеріңді айтып көріңдер. Суреттегілердің бір сөзбен қалай атауға болатынын айт. Көп нүктенің орнына қажеттіліктеріне қарай өздерің тауып сөздер төмендегі үлгі бойынша сөйлем құрап жаз. Мысалы, қандай әдемі гүл, мына пілдің үлкенін ай. Құраған сөйлемдеріңді таңданысты білдіретіндей дауыс ырғағымен оқы. Не байқадың? 101 бет 3-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қалақай туралы не білесің? Өлеңнен баланың қуанышын білдіретін сөйлемді тап. Оның айтылу ырғағына және тыныс белгісіне назар аудар. Ал енді ережені есімізге сақтап аламыз. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады.